Тинязова Оксана Алдабаевна Ақмола облысы Астрахан ауылының номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Еңбек өтілім 22 жыл. Қазіргі таңда педагог зерттеушімін. Осы жылдарда жинаған озық тәжірибемді 2003 жылдан бері республикалық басылымдарға үздіксіз жариялап отырдым. Білімімді ұдайы жетілдіріп, жаңа технологияларды сабақтарымда нәтижелі қолдануды дәстүрге айналдырдым. Соның ішінде назарларыңызға оқушылардың алған білімдерін өмірде қолданып, шешім қабылдауға үйрететін, мәселеге зерттеушілік қырынан қарап дамытатын STEM технологиясы бойынша жүргізілген тәжірибеммен бөлісейін. STEM технологиясын барлық пәндерде қолданудамын. 3 сыныптағы жаратылыстану пәні сабағында белгісіз суреттер бейнеленген үлестірмелерді топтарға үлестіріп бердім. Балалардың алдына әртүрлі проблеманы тастадым. Әр қадамнан кейін ұстаз тек бағыттаушылық рөл атқарып, тапсырмаларға бағыт-бағдар береді. Оқушылар өз топтарында бір проблеманы таңдап алып, оның себеп-салдарын анықтады. Оқушылар топта осы мәселенің шешу жолын қарастырып, ортаға салып талқылады. Олар өздері проблеманы жоюға арналған құрылғының суретті схемасын салды. Топтар өз идеяларына сай 2-3 критерийлер құрды. Келесі кезеңде оқушылар Лего конструкторлар арқылы сол жобаның, яғни құрылғының прототипін жасады. Әр топ сабақтың соңына қарай өз жобаларын қорғады. Бұл технологияны қолдануда оқушылар өздері көрген мәселені шешуде, ойлап тапқан құрылғыларын таныстыруда ерекше жетістікке жеткендерін көреміз. Яғни STEM технологиясын қолдану арқылы креативті ойлайтын, бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеп шығара аламыз. Шәкірттерім бойында өнертапқыштық қасиеттері айқындала түскендіктен менің озық тәжірибем атты қоржыныма салып қойдым. Мен мұндай құрылғы жасадым. Ол чехол адамның қолына киіледі. Сосын киілгенсін бұлай жабамыз. Сосын түспейді қолдан. Ұстағанға өте ыңғайлы екен. Біздің топтың аты Гүлде. Бұл проблема бізде адамның мойны ауырмауы үшін біз осындай массажер істедік. Бұлай массаж істеуге болады. Сонда мойын ауырмайтын болады. Ал балалар, біз суретте ең бірінші сурет арқылы нені анықтадық? Проблеманы анықтадық. Онда біз бірінші бронз медалын алдық. Тамаша, керемет жолдарында. Екінші қадам біз не істедік? Сол проблеманың суретін салдық. Екінші тамаша, қола медалін алдық. Ал үшінші біз соның шешу жолдарын, яғни критерийлерін таптық. Керемет, біз үшінші алтын медалін алдық. Ал төртінші онда шешу жолдарын тауып, платина медалін алдық. Қане бір өзіңізге қошемет көрсетіштерге. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, шәкірттерімнің жаңа Қазақстанның болашағына өз білімдерімен үлес қосып, нық қадам басады деген сенімдемін.